Так, так, құрметті студенттер, біз бүгін сендерменен жүректің құрылысы және оның қызметі, үлгерсек қызметіне тоқталамыз. Үлгермесек, көре жатамыз да. Келесі сабақты өткіземіз, может быть, қызметін да. Так, жүректің латынша аты қалай еді? Кор, да? Біз мына жерде жүректі көріп тұрмыз, да? Жүрек қайда орналасып еді? Кеуде қуысында, да, кеуде қуысында, алдыңғы, төменгі көкірек аралықта. Да. Біз көкірек аралықты тыныс алуда айтқанбыз да, көкірек аралықтың өзі. Ол қай жер еді көкірек аралығымыз? Екі өкпенің медиалды, бір-біріне қараған медиалды беттеріменен арт жағында оның кеуде омыртқалары алдында төс болғанда. И біз кеңірдекке байланысты алдыңғы көкірек аралық, артқы көкірек аралық деп бөлгенбіз. Сонда жүрек как раз алдыңғы көкірек аралықта, естественно, төменгі жағында, потому что ол көгеттің үстінде тұр ғой. Сөйтіп, жүрек қайда орналасады екен? Кеуде қуысында, төстің артында, алдыңғы, төменгі көкірек аралықта тұр екен. Біз жүрек сол жақта тұр деп айтпаймыз. Сол жақта тек қана жүректің ұшы ғана бағытталады. Так, теперь енді жүректің латынша аты бізде қандай болды жаңа? Кор дедік, да? Орысша аты сердце, да? Жүрек ол бұлшықетті қуыс мүше. Өйткені жүректің основной қабаты это бұлшықет. Поэтому бұлшықетті қуыс мүше деп тұрмыз, да? Так. Мына суретке де қарасандар болады. Жүректің біз қазір кеңейген жағын негізі деп айтамыз. Негізі, основание, базис кордис, да? Ол қазір айтамыз. Ал тарылған жағын жүректің ұшы. Апекс кордис деп айтамыз, да? Вот она. Апекс кордис, да? Значит, жүректің ұшы, сендер қазір мен қалай ұстаймын, жүректі соған қарап отырыңдар, да? Жүректің ұшы ол жоғары қарамаған екен, да? Оңға, солға қарамаған, жүректің ұшы қайда қараған? Төменге. Так, енді менің саусағымның несімен байқап отырыңдар, төменге, алға и солға қарай бағытталып тұрады. Ал негізі жүректің, негізі ол соған керісінше болады ғой, значит. Ол, значит, жоғары, оңға, артқа қарай бағытталып тұрады. Әрине біз жүректің ұшының қай жерде екенін білуіміз керек. Оны қазір жүректің шекарасын айтқанда біз білеміз. Өйткені сол жерден біз жүректің ұшының түрткісін байқауымыз керек. Өйткені ол өте қабырғаға жақын болғандықтан жүректің ұшының түрткісін біз байқап тұрамыз. Өздерің ана кішкентай үйлеріңде інілерің болса, арық адамдарға қарасандар, жүректің ұшының түрткісін көруге болады. Сонда оны қай жерден көреміз? Қазір шекарасын айтқанда айтамыз да жүректің. Так, жүректің алдыңғы және артқы жақтарынан жүлгелер өтеді. Мына жерде қарайтын болсақ, жүректің жүрекшелері менен қарыншаларының арасынан тәждік жүлге өтеді. Ана как корона сияқты. Как раз ол жүлгеден жүректі қанмен қамтамасыз ететін тәждік, немесе коронарный артериялар өтеді. Потом жүректің оң жақ несімен, қарыншасымен сол жақ қарыншасының арасында тағы да алдыңғы қарынша аралық жүлгелер өтті. Арт жағында тоже артқы қарынша аралық жүлге болады. Сонда неше жүлге болды? Тәждік жүлге, алдыңғы қарынша аралық жүлге и артқы қарынша аралық жүлге. Енді біз қазір жүректің құрылысына келгенде білеміз, бұл жүлгелер, қалай бұл жүлгелер жасалып тұрғанын. Қазір оны бұлшықетке келгенде түсінікті болады. Неге осындай жерлерде вот такие вот бороздалардың тұрғаны? Орысша айтсақ борозда, вот такой углублениялар тұр, да? Ондан қан тамырлардың өтіп жатқанын көріп отырсыңдар. Так, жүректің енді өзінің құрылысына келетін болсақ, жаңа айттық, жүрек ол бұлшықетті қуыс мүше дедік қой, да? Жүректің бұлшықеті ол қандай бұлшықет еді? Қай бұлшықет отбасына жатушы еді? Көлденең жолақты. Бірақ жүрек біздің еркімізге бағынышты қимылдамайды. Жүрек автоматты түрде жиырылады дегенбіз, да? Мысалы, мен айтқам сендерге, да, бақаның жүрегін кесіп алып, физрастворға салып қойсақ, ол 2-3 сағат соғып тұрады. Яғни, жүректің өзінің өткізгіштік жүйесі бар. Қазір ол өткізгіштік жүйеге тоқталамыз. Өзінің бір моторчигі бар деп айтсақ та болады, да? Өзінде импульсты жасап тұрады. Мысалы, бүкіл қалада свет сөніп қалса, роддомдарда, больницаларда свет сөнбейді, потому что оның өзінің отдельно жеке моторы бар, да, который энергияны беріп тұратын. Сол сияқты ол да. Так, жүректің осы өткізгіштік жүйесіне байланысты, автоматтық жүйесіне байланысты, өлген адам авария бірдемеден өлсе, жүрек оның нормальный болса,
жүрегі ауыратын адамдарға айырбастап үлгеруге болады. Өйткені жүрек әлі автоматты жаңа 3-4 сағат соғып тұрады дедім ғой, 2 сағат соғып тұрады дедім да. Значит, трансплантация деп айтамыз, айырбастауға болады. Сендер өмірде естіп жатсыңдар да, қаншама адамдардың жүректерін айырбастаған, ол адамдардың әлі өмір сүріп жатқандарын білесіңдер да. Так. Енді жүректің құрылысына келетін болсақ, жүрек бізде неше қуыс бар жүректе? Немесе камера деп айтамыз, 4 камера бар да. Олар бізде жоғарғы жағында тұрған еді жүрекшелер, оң жақ жүрекшелер, сол жақ жүрекшелер. И әр жүрекшеден төмен қарыншалар орналасады. Значит, оң жақ қарынша и сол жақ қарынша. Жүректің оң жақ половинасы мен сол жақ половинасының арасында ешқандай қарым-қатынас болмайды. Значит, олардың арасында бұлшықет перделері тұр. Это мышечный перегородка деп айтамыз да. Мына жерде біз как раз қарыншаның перегородкасын көріп тұрмыз, бұлшықет пердесін. Ол перделер қалай жасалады? Қазір жүректің бұлшықетін өткенде тағы да оны есімізге түсіреміз, тағы да білеміз оны қалай жасалып тұрғанын. Так, значит, 4 камера бар екенін білдік да. Так, көлеміне қарайтын болсаңдар, камералар, жүрекшелер, олар объемы қандай? Кіші қарыншаларға қарағанда. Неге оның объемы кіші, неге мына жердегі объем кішкене үлкенірек болып тұр объемы? Оны да біз жүректің функциясын айтқанда түсінеміз. Өйткені каждый сұраққа біз неге деген сұраққа жауап беріп тұруымыз керек, да? Так, значит, жүректе 4 камера болады екен. Көріп тұрсыңдар, 4 қуыс болады екен, да? Енді жүректің өзінің құрылысына келетін болсақ, сол камераларымыз, қуыстарымыз қалай жасалып тұр? Соған келуіміз керек. Ол үшін біз жүректің қабырғасын білуіміз керек. Қуыс мүше ғой. Значит, оның қабырғасы неден тұрады? Ылғи да біз айтамыз, қуыс мүшелер неше қабаттан тұрушы еді? 3 қабаттан, да? Оның ішкі қабаты эпителий, да, ортаңғы қабаты бұлшықет, сыртқы қабаты сыр қабат болады ғой. Жүректе де сондай, сол қағида жүректе де сондай. Сондай немен ереже бойынша орналасады. Значит, жүректің ішкі кілегей қабатын біз не деп айтушы ек? Эндокард деп айтамыз, да? Жүректің бұлшықет, ортаңғы қабаты бұлшықет қой. Бұлшықет қабатын не деп айтушы едік? Миокард деп айтамыз, да? Миокард ол жүректің жаңағы ішкі сыртқы қабаттарына қарағанда қалың екенін көріп тұрсыңдар, да? Мысалы, жүрекшенің қабырғасындағы бұлшықетті алатын болсақ, вообще ол жұқа, да, қарасаңдар. Қарыншалардың бұлшықеттері қандай болып тұр? Қалың. Значит, жүрекшелердің қабырғасының қалыңдығы, просто өзінің қабырғасының қалыңдығы ол 2-3 миллиметрдей болады. Ал енді қарыншаларға қарайтын болсаңдар, қарыншалардың қай жақ қарыншаның қабырғасы қалың болып тұр? Сол жақ, да? Значит, сол жақ қарыншаның қабырғасының қалыңдығы 9-11 миллиметр. Ал оң жақтікі 4-6 миллиметрдей болады. Так, неге мына жақтың бұлшықеті қалың, неге мына жақтың бұлшықеті бұған қарағанда қалың емес екендігі тағы да оның қызметіне байланысты болады. Оны біз қазір қызметін айтқанда оны байқаймыз. Ну, если былайынан жалпы айта салатын болсақ, әрине оң жақ қарыншадан кіші қан айналым шеңбері басталады ғой. Кіші қан айналым шеңбері ол өкпеге барады да, өкпеге қайтып келеді, да? Ой, жүрекке қайтып келеді, да? Сол жақ жүрекшеге қайтып келеді. Значит, оның атқаратын қызметі тек қана өкпеге ғана апару болып тұр ғой, да? Значит, бұл жерде особо такой қалың бұлшықет керек болып тұр ма? Жоқ, да? Ал сол жақ қарыншадан шығатын қанымыз біздің бақайымызға дейін, қолымыздың ұшына дейін бүкіл денемізге таралу керек. Значит, бұл жерде бұлшықеттің қызметі әрине жоғары болып тұр. Поэтому бұл жерде бұлшықет сол жаққа, оң жаққа қарағанда қалың болып тұр. Так, теперь енді осы бұлшықеттерге тоқталатын болсақ, жүрекшелердің бұлшықеті 3 қабат болып орналасады. Ой, извиняюсь, 2 қабат болып орналасады, да? Ұзыннан и көлденеңнен. Көлденең бұлшықет қабаты әрбір жүрекшенің көлденең бұлшықеті олар жеке-жеке қаптайды. Көлденең орналасқан. Оң жақ жүрекшенің өзінің жеке бұлшықеті, сол жақ жүрекшенің өзінің жеке көлденең орналасқан бұлшықеті. Значит, сол көлденең орналасқан бұлшықеттер әрбір жүрекшені бөлек қаптағандықтан олардың арасында бұлшықет пердесі пайда болды. Егер ол да сплошной қаптай салса, онда бізде оң жақ, сол жақ жүрекше болар ма еді? Онда сплошной бірақ жүрекше болып кететін еді ғой. Поэтому әрбір жүрекшені жаңағы ішкі орналасқан көлденең қабаты бөлек-бөлек, и соның арқасында
жүрекшелердің арасында бұлшықет пердесі пайда болды. Ал қарыншаның бұлшықеттері олар үш қабат болып орналасады да. Значит, сыртқысы, оны біз қазір мына жерден де көріп кетуімізге болады. Так, мына жерден де қазір біз қарайық. И мына жерден де мен оны сендерге көрсете аламын. Қарыншаның мына жерде бұлшықетін көріп тұрсаңдар, мынау ұзыннан кетті да. Вот мінекей ұзыннан орналасып тұр. Жүректің ұзындығы қанша еді? Біз оны жүректің ұшына қарай айтамыз ұзындығын. Былай емес, былай айтамыз да. Қанша сантиметр болушы еді ол бізде? 12-15 сантиметрде болатын. Так, ортаңғы орналасқан бұлшықеті, который көлденең, ол да әр қарыншаны бөлек қаптайды. И сол көлденең бұлшықеттің бөлек қаптауының арқасында жүрек қарыншалардың арасында не пайда болады? Бұлшықет пердесі пайда болады. Так, теперь ішкі үшінші қабаты ол ұзыннан кетті тағы да. Ұзыннан орналасқан, ішкі ұзыннан орналасқан бұлшықеттер мына жерде бүртік тәрізді бұлшықеттер жасап тұр. Байқайсыңдар ма? Және ол ұзыннан орналасқан бұлшықеттер қарыншаның қуысында, іш жағында вот такие қарасаңдар шарбақтар сияқты да. Оны медицина тілінде айтатын болсақ, трабекулалар жасап тұр. Да. Так, қарыншаның бұлшықетінің үш қабат болатын түсіндік па? Ұзыннан екен, көлденеңдері әр қарыншаны бөлек қаптайды екен да. И ішкісі опять ұзыннан. Жаңағы сыртқы ұзыннан орналасқан бұлшықетіміз жүректің ішкі қабат, ішкі ұзыннан орналасқан бұлшықетін жасап кетіп тұр. Так, теперь вот этот мынау жаңағы бүртік бұлшықеттеріміз, ұзыннан орналасқан ішкі қабат бүртікті бұлшықеттер жасайды еді ғой. Орысша айтсақ, сосочковый мышцалар жасап тұр да. Бұл біздің қазір біз клапандарды айтамыз. Сол клапандардың сіңір жіпшелері осығанға бекіп тұрады, чтоб қақпақтар жүрекшеге қарай ашылып кетпес үшін. Енді ең сыртындағы қапшығы ол эпикард. Значит, эпикардтың сыртында жүректің несі болады? Сөмкесі болады да. Біз оны жүректің сыртқы қапшығы деп айтамыз. Ол жүректің қабаты емес, ол жүректің сыртындағы қапшығы. Ол қапшық бізде как сірі қапшық деп айттық қой, біз білесіңдер да. Ол қапшық бізде жаңағы эпикард пенен перикардтың арасында не болушы еді? Қуыс болатын, ол жерде аздаған сұйықтық болатын да. Мына жерге қарайтын болсақ, біз сол эпикардты көріп тұрмыз. Қарасаңдар, вот ана эпикард, который жүректің өзінің сыртқы қабаты, и мынау бізде перикард. Сонда эпикард пен перикардтың арасында мына жерде қарайтын болсаңдар, сыр сұйықтығы болады екен, қуыс болады екен. Значит, жүрегіміз қабырғаға, төске, жаңағы неге өкпеге не істемей тұрады екен? Қажалмай, соғылмай, потому что бұл үздіксіз қимылдап тұратын жүрек қой. Соғылмай, сол қапшықтың арасында ғана қимылдап тұрады екен. Сөйтіп жүректің біз үш қабатын білдік па? Қалай жасалып тұрғанын, сыртындағы сөмкесін де білдік да. Теперь жүректе біз жаңағы қуыстарды жасау үшін қарасаңдар, қарыншалардың бұлшықеттері өзі бөлек қарыншаларды қаптады да. Жүрекшелердің бұлшықеті өзі бөлек жүрекшелерді қаптады. Соның арқасында қарыншалардың бұлшықеті, жүрекшелердің бұлшықеті, соның арқасында екеуінің арасында жаңағы айтқан дәждік не пайда болды? Жүлге пайда болды да. Енді жаңа біз айттық, алдыңғы қарыншаралық жүлге болады дедік қой да, вот ана. Ол жаңағы оң жақ қарынша мен сол жақ қарыншаның көлденең орналасқан бұлшықеттер әрқайсысын бөлек-бөлек қаптады ғой. Соның бөлек-бөлек қаптауынан мына жүлге пайда болды. Алдыңғы қарыншаралық және артқы қарыншалар аралық жүлгелер пайда болды. Ол жерден қарасаңдар, жүректің өзінің крупный тамырлары өтіп жатыр. Веналары, артериялары. Веналарымыз былай кетті, артерияларымыз жүректің өзіне келіп тұр. Так, сонымен жүректің қабырғалары түсінікті болды ма бізге? Қандай қабаттан тұратыны да. Теперь жүректе қуыстарды жасап алдық. Енді оң жақ пенен сол жақтың бірмен бірі қарым-қатынас жасамайтынын көрдіңдер. Екеуінің де арасында бұлшықет перегородкасы болды да. Жаңа оны мына жерден көрсеттік қой, вот ана. Ешқандай егер қарым-қатынас болатын болса не болатын еді? Онда веналық қанымыз артериялық қанға, артериялық қанымыз веналық қанмен араласып кетер ғой. Әрине ондай болуы да мүмкін. Олар уже порок болып есептелінеді. Жүректің ақаулары деп айтамыз. Олар может быть врожденный порок болуы мүмкін, туа пайда болған. Олар может быть туа пайда болған, жүре пайда болған пороктар болуы мүмкін. Мына жүрекше мен жүрекшенің арасында
іштегі жатқан балада жүрекше мен жүрекшенің арасында овальный отверстие деген отверстие бар. Оны мен рухтың іштегі жатқан баланың қан айналымын айтқан уақытта оған бөлек айтам сендерге. Овальный отверстиеміз не үшін овальный отверстие болды, оны рухтың қан айналымында білесіңдер. Қарынша мен қарыншаның арасында ешқандай қарым-қатынас болмайды. Но бірақ та бір патологияның салдарынан не болуы мүмкін? Тесік қалып қоюы мүмкін. Оны біз дефекті межжелудочковый перегородка деп айтамыз. Дефекті тесік. Мынау бітелмей қалатын болса, туғаннан кейін бұл где-то 1 жасқа келгенше бітелу керек. Мына тесігіміз. Ол бітелмей қалатын болса, онда дефекті межпредсердный перегородка. Это врожденный порогтар. Не приобретенный порог, жүре пайда болған порог емес, олар туа пайда болған порогтар. Қандай туа пайда болған порогтар бар, оған жеке тақырып, оны кейін айтамыз да. Так, теперь жүрекшелер мен қарыншалардың арасында тесіктер болады. Ол тесіктер жүрекшедегі қанды қарыншаға өткізу үшін. Так, қарыншаға келген қан қайтадан кері жүрекшеге өтпеу керек. Кері кетпеу керек қанда. Поэтому ол тесіктерді керек уақытысында біз қақпақтармен жабамыз. Значит, жүрекшелер мен қарыншалардың арасындағы қақпақтар, олар жармалы қақпақтар деп аталады. Біз мына жерде 3 жармалы қақпақ, мына жақта 2 жармалы. 2 жармалы қақпақты біз еще митральный клапан деп айтамыз. Митральный қақпақ. Трехстворчатый клапан, двухстворчатый клапан. Немесе айтамыз біз, латынша айтатын болсақ, вальва трикуспидалис. Вальва бикуспидалис. Так, немесе жүрекше қарынша аралық клапан. Латынша айтатын болсақ, вальва атриовентрикулярис. Значит, жүрекшелер мен қарыншалардың латынша аттарымен аталып тұр. Значит, жүрекшелер предсердияда, правый левый, олар латынша аталады атриум декструм оң жақта и атриум синиструм. Қарыншаларымыз біздің вентрикулис декстер, вентрикулис синистер. Поэтому жүрекше қарынша арасы клапан дегенді латынша айтатын болсақ, вальва атриовентрикулярис. Түсінді қой да? Атриовентрикулярис деп айтып тұрмыз. Әрбір жақтауына қарасаңдар шармалының. Жаңа біз айттық қой, ішкі ұзынан орналасқан бұлшықеттер бүртікті бұлшықеттер жасайды дедік қой да? Сол бүртікті бұлшықеттерге жаңағы қақпақтардың шеттері, который бос шеттері, олар сіңір жіпшелер арқылы, хорды деп айтамыз, сіңір жіпшелер арқылы жаңағы бүртік бұлшықеттерге не істеп тұр? Бекіп тұр. Ол не үшін керек? Қақпақ кері ашылып кетпес үшін. Когда қарынша жиналып, қысым көбейіп қанды айдаған уақытта, ол кері ашылып кетпеу керек. Кері ашылып кетсе, онда қан жүрекшеге қайтадан кетіп қалуы мүмкін. Сонда қақпақтар, жармалы қақпақтарымыз қанның кері жүрекшелерге өтіп кетпес үшін жабылады. Қай уақытта жабылады, оны жүректің физиологиясын айтқанда түсіндіреміз. Так, енді тағы да 2 қақпақ болады, барлығы 4 қақпақ. Уже екеуін айттық қой да? Значит, сол жақ, оң жақ қарыншадан өкпе сабауы басталады. Вот ана өкпе сабауы. Мен мына жерде аяқтадым оны. Қазір ол қай жерде аяқталады, қазір келеміз. Значит, өкпе сабауының басталатын жерінде және қолқа, ол сол жақ қарыншадан басталады. Вот ана қолқа басталды, өкпе сабауының артымен мына шықты қолқамыз да. Значит, қолқа мен өкпе сабауының басталатын жерінде жартай тәрізді полулунный клапандар. Немесе латынша айтатын болсақ, вальва семилунарис. Декстер, вальва семилунарис, синистер. Сол жақта это синистеріміз отыр қолқаныкі, декстеріміз это өкпе сабауыныкі. Ол да не үшін керек бізге? Қанның кері кетіп қалмас үшін. Қарыншалар жиырылған уақытта қан осы тамырларға өтеді ғой. Значит, тамырларға өткен бетте қақпақ жабылмаса, қан қайтадан кері қайда кетіп қалуы мүмкін? Қарыншаларға. Значит, қан кері кетіп қалмас үшін біз қақпақтарды не істеп қоямыз? Жабамыз да. Значит, қақпақтарымыз нешеу болды? 4 екен. Қақпақтар не үшін керек болды бізге? Қанды кері кеткізбеу үшін. Мынада мына жаққа, мыналарды мына жаққа. Так, значит, түсінікті болды ғой. Енді осы қақпақтарымыз, жаңа сіңір жіпшелеріміз, ол жүректің қай қабатынан жасалып тұр деп ойлайсыңдар? Ішкі да, қай қабатынан? Эндокард. Әрине ішкі қабаттан жасалады ғой. Бұлшықет шығып кеткен жоқ қой, бұл ішкі жағына қарай. Кіші жақта эндокард қаптап тұр ғой.
Значит, қақпақтарды жасайтын не екен? Эндокард қабат екен. Так, енді біз қазір сендермен білуіміз керек, жүректің қай жерде орналасқанын білдік. Жүрекке енді қандай тамырлар қанды құяды, қандай тамырлар қанды шығарады, айдап шығарады да. Ол әрине екі шеңбердің ішінде іске асады. Значит, үлкен қан айналым шеңбері и кіші қан айналым шеңбері. Үлкен қан айналым шеңбері. Давайте біз кіші қан айналымнан бастайық та. Кіші қан айналым шеңберінің негізгі мақсаты ол бүкіл мүшемізден келген веналық қанды, значит, веналық қан деген ол қандай қан еді? Көмір қышқылына қаныққан. Сол көмір қышқыл газын біз өкпеге беріп, кеше тынысалды айтқанбыз да, өкпеге беріп, өкпеден оттегін алып, қайтадан жүрекке келуіміз керек. Значит, қандай қанға айналып келеміз? Артериялық қанға айналып келеміз. Значит, кіші қан айналым шеңбері жүректің оң жақ қарыншасынан өкпе сабауы арқылы басталып, веналық қанды алып шығады. Өкпе сабауы ол оң жақтан басталып тұр, ол солға қарай бағытталып, төстің сол жақ қыры екінші қабырға аралықтың тұсына келгенде екі өкпе артериясына бөлініп кетеді. Значит, өкпе артериялары, олар артерия, бірақ ішінде қандай қан? Веналық қан. Значит, жүректен шығатын тамырды біз тоже артерия деп айтамыз. Өкпе сабауы тоже қандай тамыр? Артерия. Бірақ ішінде қандай қан? Веналық қан. Значит, кіші қан айналым шеңберінде артерияның ішінде веналық қан, қазір венаның ішінде артериялық қан болады. Значит, яғни біз кеше сендерменен артериялық қанды өкпе артерияларымен қайда апарып едік? Өкпенің артериясына апарып, көміршіл газын беріп, оттегін алып, қандай қанға айналып едік? Артериялық қанға. Ол артериялық қанды біз қандай тамырлармен алып келіп едік оң жақ жүрекшеге? Вена, өкпе веналармен. Неше өкпе венасы келіп еді? Екіден 4 өкпе венасы қайда келді? Оң жақ жүрекшеге. Значит, шеңбер аяқталды. Баратын жолымыз қысқа екен да, өкпеге бардық та, өкпеден қайтып келдік. Значит, мына жаққа сонда жүректің сол жақ жүрекшесіне біз қандай қанды құйдық? Артериялық қан. Яғни, жүректің оң жағында веналық қан екен, жүректің сол жағында артериялық қан екен. Теперь, жүректің оң жағына веналық қан қайдан келіп тұр? Ол жоғарғы қуыс венамен және төменгі қуыс венамен келіп тұр. Жоғарғы қуыс вена, ол бүкіл мүшелерімізден, қай жердегі мүшелерден алушы еді? Веналық қанды. Көгеттен жоғары. Яғни қандай мүшелерден? Бастан, мойыннан, екі қолдан және кеудеден. Значит, сол мүшелердің қандары жиналып төмен қуыс венаға келіп, құятта төмен қуыс вена оны алып келді оң жақ жүрекшеге. Әрине төмен қуыс вена қалай келеді төмен қуыс венаға? Оның бәрін біз үлкен қан айналым шеңберінің вена тамырын өткенде не істейміз? Өтеміз. Ал көгеттен төмен тұратын мүшелердің қанын кім әкеледі бізге? Төменгі қуыс вена. Значит, нижняя полая вена. Вена кава инфериор, да? А это вена кава супериор. Значит, ол көгеттен төмен тұратын, значит, қандай мүшелерден әкеледі? Екі аяқтан, жамбастан, іштен әкеледі екен. Сөйтіп біз веналық қанды әкелдік. Тағы да бір вена кеп құятын, помните? Жүректің өз венасы. Значит, жүректің өз венасы, веналық қойнау деп айтқанбыз, ол кішік үлкен қан айналым шеңберіне қатысы жоқ екен, имеется венасы. Артериясының қатысы бар. Қайдан шығатын газ артерияны айтамыз. Ал веналық қан өзі веналық қойнау арқылы келіп, мынау төмен қуыс венадан төменгі жерде келіп, мінекей мына жерден келіп құяды екен. Сөйтіп біз бүкіл мүшелерімізден веналық қанды әкеліп қайда құйдық? Оң жақ жүрекшеге. Яғни біз жүрегіміздің оң жақ половинасына веналық қанның қайдан келіп тұрғанын түсіндік қой. Да? Сол жақ половинасына жартысына артериялық қанның қайдан келіп тұрғанын түсіндік қой, да? Так, теперь артериялық қанды біз оң жақ сол жақ жүрекшеге келіп құйдық. Сол жақ жүрекшеден ол қайда кетеді, чтобы бүкіл мүшеге апаруымыз керек қой. Значит, ол қайда өту керек? Қолқаға, да? Қолқаға емес, қарыншаға. Жаңа жоғары төменгі қуыс пен жоғары қуыс пен және жүректің өзінің веналық қойнауынан келген қанды оң жақ жүрекшеден оң жақ қарыншаға. Оларды өткізу үшін қарынша мен жүрекшенің арасында не болып еді? Тесік болған, да? Так. Одан қарыншаларға өткізгеннен кейін қарыншалардан оны сол жақтан
қолқа оң жақтан өкпе сабау алып кетеді да, қайтадан біздің қан айналым шеңберіміз басталып отырады. Әрине бұның бәрін қазір біз физиологиясына келгенде қалай бұның бәрі іске асатынын сендерменен талдаймыз. Яғни жүректің осы құрылысын біз схема түрінде көрсететін болсақ, әрине оны жүректің суретін салып андайдың қажеті жоқ. Біз жүректің схемасын, мен жүректі кругпен саламын. Да? Ну, енді такой круг у меня получилось, но ничего страшного, да? Значит, мынау бізде жаңағы не мынау? Бұл шегет перегородкасы ғой. Вот ана четко мен сыздым, ешқандай қарым-қатынас жоқ. Мынау бізде не болады? Атриум, декструм, да? А мыналар вентрикулис, декстер, да? Так, значит, жүрекше менен қарыншаның арасында жаңа жармалы қақпақтар болып еді ғой. Оң жақ жүрекше мен қарыншаның арасында қандай қақпақ болып еді? Үш жармалы. Вальва, трикуспидалис, да? Чтобы зрительно, чтобы вы запомнили, мен үш сызық қойып қойдым. Так, сол жақ жүрекше мен сол жақ қарыншаның арасында екі жармалы. Немесе митральный қақпақ болғанда, ол жаңағы тесіктерді жабу үшін қажет бізге. Керек кезде жабамыз, керек кезде ашамыз. Қай уақыт екенін қазір физиологиясын айтқанда айтамыз. Давайте біз жүректің жаңа қай жағында веналық қан дедік? Оң жағында. Значит, біз зрительно көзімізбен есімізге сақтау үшін жүректің оң жақ половинасын біз көкпен сызып қояйық. Чтобы сразу түсінеміз, бұл жақта қандай қан? Веналық қан. Оны бізге кім әкеліп еді жаңа? Верхний половина латышша қалай айтылды? Вена кава superior и вена кава inferior және жүректің өз венасы, да? Мына жерге көгетті сызып қояйық. Әрине төмен қос вена ол көгеттен төменгі жақтан келе жатыр ғой. Ол әрине жүректің артымен келіп құяды. Егер біз жүректі орналастыратын болсақ, ол біздің жаңағы көгеттің үстінде былай тұр ғой, мінекей, да? Значит, ол сразу көгеттен өтеді дағы оң жақ жүрекшеге құя салу керек. Енді мен оны мына жақтан әкеп құяйын, чтобы мына жақтан как-то вот сызықтарымыз көбейіп кетпесін, да? Значит, вот ана төмен қос венамыз қайда кеп құйып тұр? Оң жақ жүрекшеге. Және жүректің өз венасы құяды дедік, да? Вот ана. Жүректің өзіне шығарып құйдым, это түсінікті болу үшін, да? Значит, бұлар бізге қандай келді? Көміршіл газына қаныққан, веналық қанда келіп тұр, да? Мына жерге тоже жазып қояйық, чтобы түсінікті болсын. Ал мына жаққа жаңа қандай қанда келдік біз? 4 өкпе венасы менен артериялық қанда. Ол өкпе венасы дедік қой, да? Көкпен сызайық, веналарды көкпен сызамыз. Так. Мына екеуі қай жақ өкпеден кеп тұр? Оң жақ өкпеден, да? А мына екеуі сол жақ өкпеден келіп тұр. Сөйтіп бұлар бізге қандай қанда келді? Оттегіне қаныққан, артериялық қанда келді. Біз қазір жүректің схемасын сызып жатырмыз. Так, значит, оң жақ қарыншадан қандай тамыр шықты жаңа? Өкпе сабауы. Так, жаңа айтқам, жүректен қарыншадан шығатын тамырлар артерия деп аталады. Бірақ та кіші қан айналым шеңберінің тамырында веналық қан тұр, үлкенде артерия тұр, да? Значит, вот ана өкпе сабауы, мынау клапаны. Схема түрінде мен осылай жасайын, да? Так, енді қарандар, қай жаққа қарай бағыттауымыз керек? Қарандар, ол оң жақтан шықты, сол жаққа қарай бағытталды ғой. Жаңа қай жерге дейін келеді деп ем? Оң жақтан шығып, сол жақ қарай. Значит, қай қабырғалардың арасында? Төстің оң жақ қыры екінші қабырға аралыққа келіп тұр, да? Сол жерге келгенде ол не істеуші еді? Екі өкпе артериясына бөлінген. Мына өкпе сабауы, так, легочный ствол, трункус, пульмоналис, да? Потом екі өкпе артериясына бөлініп кетті. Ол артерия, пульмоналис, да? Олардың ішінде қандай қан кетіп бара жатыр? Бағана біз мына жерге көміршіл газына кеп құйып едік қой, да? Значит, бұлай кетті, это. Значит, бұл бізде веналық қанды алып шықты. Значит, мыналар бізде өкпеге қазір нені алып барады? Көміршіл газын. Так, сөйтіп біз кіші қан айналым шеңберінің шығатын да кіретін тамырларын көрсеттік. Енді жаңағы артериялық қанымыз мына жақ қарыншада, жүрекшеден қарыншаға өтеді ғой. Қарыншаға өткен бетте оны жаңа қандай тамыр алып шығады деп едік? Қолқада, міне басталатын жері, да? Оның да басталатын жерінде не болды жаңа? Жартай тәрізді қақпақ, да? Значит, ол сол жақтан шығып, қай жаққа қарай бағытталып тұр? Оңға қарай бағытталып тұр, да, вот ана. Значит, бұл қағиданы прям жақсы естеріңізге сақтаңдар. Қалай болса солай сызбаймыз. Өйткені қазір бізге
мынаның қайда бағытталады, біз қай жерден мына қақпақтардың жабылуын тыңдаймыз, соны білу үшін біз дұрыстап сызып отырмыз да. Значит, қай жерге дейін келеді дедік? Бұл төстің оң жақ қыры екінші қабырға аралыққа келді. Қай жақтағы? Оң жақтағы да. А мынау сол жақтағы екінші қабырға аралыққа келді да. Значит, анжеден кім көрсете ғой қабырға аралықты? Екінші және үшінші қабырға аралық. Бір мен екінің арасы болып тұр ғой міне. Сонда қолқа шықты да, мына төстің оң жақ қыры екінші қабырға аралыққа дейін. Ол қандай қолқа болады? Жоғарға бағытталған қолқа. Ал өкпе сабағы ол төстің сол жақ қыры екінші қабырға. Қабырға аралық деп тұрғанымыз 1 мен 2-ның арасы. Егер үшінші қабырға аралық дейтін болсақ, 2 мен 3-ның арасы. Ойбай, я извиняюсь, балалар, дұрыс айтып тұрсыңдар да, 2 мен 3-дің арасы міне да? Значит, қайда келді 2 мен 3-дің арасына? Ертең біз аускультация жасап, қақпақтардың жабылуын тыңдайтын болсақ, мына жерге қойып фондоскопты қай қақпақтың жабылуын естиміз? Қолқаның басталады. А мына жерге фондоскопты қойғанда қай қақпақтың? Өкпе сабағы. Егер бұл жерден біз нормальный дыбыс естімей, шум еститін болсақ, онда сол қақпақтарын естіп тұр. Жабылмай тұрған қақпақтың, мынау оң жақ жүрекше мен оң жақ қарыншаның арасындағы тесіктің ені, мына жердегі 4 сантиметр. А мынау екеуінің ені, 2,5 алының ол 3 сантиметр. Ал қолқа мен өкпе сабауының басталатын жеріндегі тесіктің ені 2,5 сантиметр. Бұлай жазып қояқ. Мынау екеуі 2,5 сантиметр екен. Түсінікті ғой да? Оны не үшін білуіміз керек? Яғни бұл тесіктеріміз кеңейіп кетті ма, жоғалда тарылып кетті ма бір патологиялық жағдайлардан, соны білу үшін біз оның өлшемдерінде, диаметрінде біліп тұруымыз керек. Так, сөйтіп біз жүректің құрылысын, шығатын, кіретін тамырларын білдік па? Білдік. Енді осы жерде біз артерия тамыр дегенде енді тамырларды айтатын болсақ, бізде неше қандай тамыр бар? Қаттырақ айтсақ? Артерия, вена, капилляр. Артерия тамырлары, олар не істейтін тамырлар? Қоректік заттарды, самый главный. Неге оны артериялық қан деп тұрмыз, тамыр деп тұрмыз? Оттегі. Вот. Значит, артериялық тамыр оттегіне қаныққан, артериялық қанды қайда апарады екен? Бүкіл мүшеге. А веналық тамыр не істейді? Каждый ұлпадан көмірқышқыл газыменен зат алмасудың ақырғы заттарын алады екен. Көмірқышқыл газын алған бетте ол қан қандай қанға айналады? Веналық қанға айналады. Значит, веналық қанымыз мүшеден қайда келеді екен? Жүрекке қайтып келеді екен, да? Қандай қан тасымалдайды екен? Веналық қан тасымалдайды екен. Түсінікті ғой, да? Ал капилляр деген қандай тамыр? Өткізгіштік. Значит, ол өткізгіштік қызмет атқаратын қыл тамырлар, да? Тамырлардың, сонымен қатар бізде анастомоз тамыр дегендер болады. Когда бір тамыр екінші тамырмен қосылады, да? Мысалы, біз тыныс алып айтып едік қой, мұрында кесел бақ анастомоз болып еді ғой, да? 5 тамыр бірмен бір қосылғанда, егер бір тамыр екінші бір тамырмен қосылса, не деп айтады екенбіз оны? Анастомоз. Потом коллатераль тамыр дегендер болады. Коллатераль деген олар қосымша тамырлар. Егер біз оны қосымша тамырлар, главный тамырларымыз жұмыс жасап тұрғанда, коллатераль тамырлар, олар спавший күйде тұрады. Давайте біз мына жерден қазір бірнені көрсетейік. Скажем, мына жерде бір мүше тұр, да? Скажем, так айтайық, это көкбауыр дейік, да? Вот она, көкбауыр, да? Оған не келеді? Артерия келеді ғой? Артерия всегда келеді, вена шығады ғой. Вот она, главный артериямыз келді. Так. А мына жерде қосымша артерия тұр. Түсіндік па? Вот она. Главный артерия жұмыс жасап тұрған уақытта, мына жерге келіп жатыр, да? Коллатераль тамырлар, они спавший күйде тұрады. Егер, не дай бог, конечно, мына жерде бір тромб келіп, мынаны бекітіп қалса, онда коллатераль тамырлар ашылаттағы қан, жаңағы керекті артериялық қанымыз коллатераль тамырмен келеді. Это хорошо или плохо? Әрине хорошо. Значит, ондай жерде инфаркт болмайды. Коллатераль тамырлар. Ол әрине ашылу керек, қосылу керек. Кей кезде ол ашылмай қалуы да мүмкін. Да? Егер ашылмай қалған жағдайда, онда мына жақтан келер ме мына жерге оттегі қоректік заттар? Әрине келе алмайды. Сонымен
анастомоз деген тамырлар бар екен, коллатеральды деген бар екен да. Біз ертең қан тамырлардың ауруларын өткенде осы коллатеральды тамырларға тоже тоқталамыз. Так, значит, капилляр ол бізде өте ұсақ тамыр да. Значит, ұсақ тамырлар капиллярдан басқа біз тағы да ұсақ тамырлар бар. Олар не деп айтамыз? Микрососудтар, микротамырлар деп айтамыз да. Мына жерге бір микротамырды көрсетіп кетейік да. Вот ана артерия келе жатыр. Мүшеге кіргеннен кейін ол тарамдалып, қандай тамырларға ең ұсақ тамыр қандай тамыр болады әрі қарай? Артерияның ең ұсақ қандай? Артериол, да? Әрине, артерия тамыры ол әрине бүкіл жерде бар, білесіңдер, да? Мына жерде қарайтын болсақ, кішкене шыдай тұрыңдар. Артерия тамырларын, егер біз тамырды такой көрсететін болсақ, почти бүкіл жерімізде артерия келіп тұрды, артериялық қан. Но бірақ та кей жерлерде артерия тамырлар болмайды екен. Қандай жерлерде ол? Кілегей қабаттарда, көздің бұршағында, мөлдір қасан қабықта, жұлында, мида, жаңағы буынның басын жасап тұратын гиалинді шеміршектерде, шашта, тырнақта да, басқа жердің бәрінде артерия тамыры бар. Мына жерге қарасаңдар, артерия тамырдың ең ұсақ ұштарын көріп тұрсыңдар да, ең ұсақты. Оны біз қандай тамыр деп айттық? Артериол. Мынау мүше болатын болса, вот артерия кіріп тарамдалып, вот ана ең ақырғы ұшы қандай тамыр болды? Артериол. Артериолдан ең қандай тамыр кетеді? Прекапилляр, потом капилляр, да, вот ана. Оны біз ана жолда айтқанбыз, да? Так, капиллярымыз мінекей, вот это у нас капилляр болып тұр. Потом қандай тамыр кетеді? Посткапилляр, и потом венула, потом вена ғой, білесіңдер, да? Значит, артериол, прекапилляр, капилляр, посткапилляр, венула – это микрососудтар. Түсінікті ма? Так, хорошо. Енді әрі қарай жүректің, үлкен қан айналым, кіші қан айналым жүректің қызметін келесі тақырыпқа өтеміз. Жақсы.